Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Сізбен бізді қайта қауыстырған Алла Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Барлық мақтау мен мадақ әлемдердің Раббысы Алла Тағала ғана болсын. Жыл бойы асыға күткен қасиетті Рамазан айына жеткеніміз үшін жаратқан иемізге шүкірлер етеміз. Міне сіздермен біздер бүгін Рамазан айының, оразаның екінші күнінде қауышып отырмыз. Бүгін біз Иман нұры бағдарламасында ораза рухани тәрбиенің көзі атты тақырыпта исламтанушы ғалым Ерсін Әміре мырзамен сұхбат жүргізбекшіміз. Құрметті Ерсін мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Мына Алла Тағала келген Рамазан айын, қасиетті ораза айын құтты болсын, ұстап жатқан оразаларыңызды қабыл етсін, жасап жатқан игі істеріңізге Алла Тағала береке берген болсын. Енді жаңа жоғарыда айтып кеттік, бүгінгі біздің тақырыбымыз ораза рухани тәрбиенің қайнар көзі болмақ. Енді осыған орай алғаш сұрақты өзіңізге жолдауға рұқсат етіңіз. Ораза жалпы адамзат баласына Алла Тағала тарапынан қашан парыз болды? Осыған дәлел болатын аят, хадистерден айтып отырсаңыз. Алхамдулиллахи раббил аламин, уассалату ассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бірінші Алла Тағаладан осы күллі еліміздегі мұсылман қауымның тұтып жатқан оразасын Алла Тағаланың қабыл етуін, сауабын беріп, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгендей, ораза тұтушы адамға екі қуаныш бар дейді. Бірі аузын ашқан кездегі қуанышы, екіншісі ертең Алланың алдына барған кезде Алланың алдындағы алатын сауабы дейді, үлкен сол қуанышы. Алла осы екі қуанышқа жеткізуін нәсіп етсін. Ораза бұл әлбетте исламның 5 негізінің бірі, ұлы құлшылықтардың бірі болып табылады. Намаздан кейінгі екінші кезекте ораза деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде келеді. Жалпы ораза құлшылығы мұсылмандарға, мұсылман үмметіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге қоныс аударғаннан кейін, хижрат жасағаннан кейін екінші жылы парыз етілді. Құранда Алла Тағала бұған қатысты аят түсірді. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Ей иман келтіргендер, сендерден алдыңғыларға парыз етілгендей ораза парыз етілді. Лааллакум таттақун, тақуалыққа қол жеткізерсіңдер деді. Яғни Алла субханала тағала бұл құлшылықты біздің тақуалығымыз арту үшін, тақуалыққа жету үшін, біз рухани кемелдену үшін бізге парыз етілді. Бұл құлшылықтың артында жатқан, яғни үлкен рухани тәрбиелер бар екенін біз осы аяттан білеміз. Ең ұлы ораза бұл Рамазан айының оразасы болып табылады. Бұл әрбір балиғат жасына жеткен және шариғатта шарттары қарастырылған, сол шарттар табылған кезде әрбір адам, үлкен кішісі бар, бұл оразаны тұтуы керек. Бұл оразада таңдау жоқ, белгілі шарттары бар. Мысалы, сырқаттанып қалмаса, сапарда болмаса, тағы да басқа да сол секілді өзінің шарттары қарастырылған. Сол шарттар орындалып тұрған кезде барлық мұсылман бұл айда аузы берік болып ораза тұтуы керек. Одан кейінгі оразаларды қарастыратын болсақ, одан кейінгі оразалар бұл нәпіл оразалар деп айтылады. Нәпіл сөз араб тіліндегі нәфила, яғни қосымша, артық дегенді білдіреді. Яғни парыз оразадан кеткен кемшіліктер болатын болса, солардың орнын толтыратын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы Рамазан айынан кейінгі келетін Шәуәл айына қатысты айтады. Кімде-кім Рамазанның 30 күн оразасын тұтып, кейін одан кейін Шәуәл айының 6 күн оразасын тұтатын болса, ол адам бір жыл ораза тұтқанмен тең дейді. Яғни осы Рамазан айы біткеннен кейін. Яғни осы Рамазан айы біткеннен кейін Шәуәл айының тағы да 6 күн оразасын тұтатын болса, бір жыл ораза тұтқанмен тең дейді. Неге? Себебі Құранда Алла Тағала айтады: "Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха". Кімде-кім бір сауап амал істейтін болса, бір жақсы амал жасайтын болса, оның сауабы 10 есе етіп беріледі дейді. Яғни адам бір күн ораза тұтса, ол адамның оразасы 10 күнге тең. 10 күнге тең. Ондай болатын болса, бір ай ораза тұту, яғни 300 күн ораза тұтқанға тең болады. Тағы да 6 күн ораза тұтатын болса, онда ол 360 күн ораза тұтқанмен тең болады. Ал біздің хижри, яғни ай
туу айга қатысты жыл санау бойынша бір жыл 360 күн болады. Яғни осылайша ол бір жыл бойы ораза тұтқандай болады. Және одан басқа да қосымша нәпіл сүндет оразалары бар. Ол мысалы Арапа күнінде қажылықта болмаған адамдарға қатысты, және Мухаррам айында бізде Ашура оразасы дейді. Тағы да басқа да сол секілді әр аптада дүйсенбі, бейсенбі күні ораза ұстау бұл пайғамбарымыздың сүннеті болып табылады. Және хижри ай бойынша әрбір айдың 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері ораза тұту бұл да пайғамбарымыздың сүннеті болып табылады. Бұл оразалар нәпіл оразалар дейді. Ал енді үшінші ораза бар. Бұл негізінде парыз емес, бірақ адам өзіне парыз етуімен, яғни нәзір оразасы дейді. Мысалы, бір адам, егер мен осы сапарыма жақсы барып қайтатын болсам, немесе осы саудам жүріп кететін болса, немесе балам оқуға түсіп кететін болса, Алла разылығы үшін 5 күн ораза тұтамын, 10 күн ораза тұтамын деп өзіне нәзір еткен болса, онда бұл нәзірін орындауы міндет болады. Яғни өзіне шарт жасайды. Өзіне өзі солай шарт еткен, Алланың алдында уәде еткендіктен де ол оразаны тұтуы міндетті болады. Жалпы қарайтын болсақ, оразалар бізде бірінші ең ұлысы ол ораза айындағы, яғни Рамазан айындағы ораза парыз етілген. Одан кейін нәпіл оразалар, және үшіншісі бұл нәзір оразасы дейді. Адамның бір ісі егер орындалып кететін болса, Аллаға шүкіршілік ретінде соны атқаратындығын өзіне міндет етіп алуы, бұндай кезде ол да оған міндет болады. Сол оразаны тұту ол адамның мойнына парыз болып жүктеледі. Рахмет, бәрін айтып келе жатсыз. Кейбір кісілер жаңағы аптаның өзіңіз айтқандай дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза тұтып жатады. Оның алдында жаңағы нәпіл оразалардың барлығын айттыңыз. Осы біздің қазіргі айлардың сұлтаны болған Рамазан айының алдында қасиетті 3 айдың екеуі Шағбан айымен сол 2 айды өтіп кеттік біз. Сол 2 айдағы оразаларды түсіндіріп өтсеңіз, сол 2 айда қандай оразалар бар еді? Енді жалпы ол айларға Ережеп пен Шағбан айына қатысты нақты ораза қарастырылмаған. Негізінде енді кей кезде қарап жататын болсақ, кей адамдар осы Шағбан айының 14-нен 15-ші қараған күні ораза ұстап жатады. Бірақ негізі оған қатысты шариғатта сенімді, нақты, күшті жолмен келген дәлел жоқ. Сол үшін де енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят келеді. Айша анамыз айтады, оразадан басқа уақытта ең көп пайғамбарымыздың ораза тұтқан айы бұл Шағбан айы дейді. Яғни белгілі бір күндерде емес, жалпы сол айда көбірек ораза тұту бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті болып табылады. Және бағана біз айтып кеткен әрбір дүйсенбі, бейсенбі күндер және әр айдың ортасындағы 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері ораза тұту. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті. Ал басқа уақытта көбірек ораза тұту, әсіресе Шағбан айында, бұл да пайғамбарымыздан бізге қалған сүннет болып табылады. Ал бірақ нақты мына күндері ораза тұтылу керек деген секілді мәселе негізі ол 2 айда қарастырылмаған. Жақсы, Ерсін мырза, енді осы орайда ойыма мынандай бір сұрақ келіп отыр. Бүгін ғана бір кісімен жолықтық, яғни бүгін оразаның 2-ші күнін тұтып отырмыз, Алла қаласа. Кеше ораза ұстауға кешіккен адам, бүгін тағы да ұстамаған, кеше кешігіп қалдым ғой деп. Осымен енді мен биыл оразадан кешігіп қалдым, ораза ұстамай қойсам қалай болады дегендей ниеті бар екен. Ол адам енді әлі намазға толық келе алмай, Алла Тағаланың бұйырған парыздарын дұрыс орындай алмай жүрген бауырымыз, бүгіннен бастап, яғни ертеңнен бастап ораза ұстай берсе, оның оразасы қабыл болады ма, болмайды ма? Осыны да сұрап жатқан еді, осыған кішкене тоқталып кетсеңіз. Әлбетте, енді бұл жерде бір адамның оразасы қабыл емес деп айту бұл біздің қолымыздағы нәрсе емес. Әлбетте, қабыл ету, қабыл етпеу бұл Алланың ісі. Әрбір адам ықыласпен ораза тұтатын болса, оразаның шарттарын дінде қарастырылған орындайтын болса, Алла Тағаланың оның оразасын қабыл етемін деген уәдесі бар. Біз соны ғана айтамыз. Ал жеке адамдардың оразасы қабыл емес деген бұл әлбетте Алланың ісі болып табылады. Біз оған араласа алмаймыз. Ал жалпы оразаға қатысты айтатын болсақ, мысалы
бір адам бірінші күні ауырып қалды, сырқаттанып қалды, немесе сапарда болды, ораза тұта алмады, сол еліне оралған кезде ары қарай оразасын жалғастыруға міндетті. Сырқаттанып қалған адам да тура сол секілді. Бірінші күні сырқаттанып ораза тұтамай қалды ма, екінші күні оразасын сырқатынан, ауруынан айыққан болса, екінші күні ауызын бекітуі, яғни ораза тұтуы міндетті болады. Енді бұл адам білместікпен бірінші күні тұтамай қалды, енді екінші күнде бірінші күн тұтпадым ғой, енді қалай болар екен, ол бірінші күннен бастап тұтпасам, бұлай қарай жарамайды тұтқаным деген сонда білімсіздікпен тұтпай қойған болса, енді Алланың алдында кешірімді, иншалла, оның ертең ораза біткеннен кейін күндерін өтеп беруі керек, қаза оразасы деп айтылады. Ал осы білген уақытынан бастап, үшінші күннен бастап оразасын тұтуы міндетті болады. Яғни ол адамның аузын бекітіп ораза тұтуы керек. Рахмет. Енді Ерсін мырза, келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ мынандай болмақ. Осы кейбір кісілер, әсіресе әйел затты, әйелдер қауымы диета ұстап жатады. Содан кейін кейбірі осы медициналық тұрғыдан да арықтау үшін басқа да шаралар жасап жатады. Біреулері осы оразаның жаңағы пайдаларын медициналық тұрғыдан да айтып жатады. Енді осы оразаның нақты медициналық тұрғыдан қандай бізге пайдалары бар? Осыған тоқталып кетсеңіз. Енді бұл мәселеге кірместен алдын бірінші мәселені айтып кету керек. Бұл жалпы құлшылық, ораза болсын, басқа құлшылық болсын, Алла үшін, Алланың разылығы үшін жасалынатын құлшылықтар. Бұл жерде адамның басты ниеті Алланың разылығы болуы керек. Әлбетте, кімде-кім бұл құлшылықтарды Алла разылығы үшін атқаратын болса, ол құлшылықтан келетін пайдалар бар, адамның денсаулығына қатысты, қоғамға қатысты, отбасына қатысты келетін пайдалары бар. Бірақ адам ол пайдаларды көздеп ораза тұтпауы керек, немесе құлшылығын жасамауы керек. Керісінше Алла маған бұйырды, Алла разы болсын, Алланың разылығы үшін деп құлшылығын жасауы керек. Себебі кез келген құлшылықтың қабыл болуының екі шарты бар. Бірінші шарты бұл Алла разылығы үшін ықыласпен жасалынуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде «Иннамал аъмалу биннияти ва иннама ликулли имриин ма нава». Әрбір адамға амалына жараса, әрбір адамның амалы ниетпен болады, және әрбір адамға ниетіне жараса болады деді. Яғни кімнің ниеті диета болатын болса, мен осы айда енді үйімде, мысалы, күйеуім ораза тұтады, күндіз тамақ жасамаймын, онда мен де ораза тұта салайын, сәл артық менде салмақ пайда болды, содан арылармын деген секілді ойда болатын болса, тағы да басқа ойда болатын болса, осындай дүниелік ойларды. Онда бұл адамның Алланың алдында құлшылығы қабыл емес. Неге? Себебі басты шарт бұл Алла маған бұйырды, бұл Алланың парызы, Алланың алдындағы мен парызымды өтеуім керек, қарызымнан құтылуым керек деген ниетте болуы керек. Және екінші шарты, ғұламаларымыз айтады, бұл кез келген амалдың шариғатқа сай болуы, шариғат көрсеткендей болуы. Яғни біріншісі Алла разылығы үшін болу, екіншісі шариғат нақтылы көрсеткен ережелерге сай болуы керек. Яғни өзінше бір құлшылық түрін ойлап шығаруға болмайды. Осы екі шарт табылатын болса, оның құлшылығы иншалла Алланың алдында қабыл болады. Сол үшін де диета деп, немесе басқа да медициналық пайдасы бар, асқазаным емделсін деген секілді ниетте болмауымыз керек. Біздің ниетіміз Алла разылығы үшін болса, одан кейін Алла тағаладан оның пайдасы басқасы келе береді өзі. Бірақ пайданы көздеп ораза тұтпауымыз керек, онда біздің құлшылығымыз өзіміз үшін болып қалды. Ол Алла разылығы үшін емес, бір белгілі бір дүниелік пайдаға жету үшін жасап жатқан құлшылық болады. Бұл әлбетте дұрыс емес. Ал енді оразаның пайдаларына келетін болсақ, әлбетте медициналық пайдаларын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі оның пайғамбарымыз саллаллаху хадисінде айтып кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар: «Ма малабну адама уиаан шарран мин батних». Адам баласының толтырған ең жаман ыдысы бұл өзінің қарны дейді. Толтырған ең жаман ыдысы бұл өзінің қарны, асқазаны. Егер жалпы адамның жүрек жалғауы үшін бірнеше асам тағам жеткілікті, бірақ оған онымен шектелмей жеу керек болса, онда 1/3 суға арнасын, 1/3 тамаққа арнасын, 1/3 ауаға арнасын дейді. Яғни асқазанның 1/3 бөлігін тамаққа, 1/3 бөлігін суға, 1/3 бөлігін ауаға арнасын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
тағы басқа бір хадисінде суму тасиху, ораза тұтыңдар, денсаулықтарың түзеледі деп айтқан. Ал енді осыны қазіргі таңда осы ғылым дамыған кезде кейбір елдегі ғалымдар ең бірінші болып бұны германиялық ғалымдар жаңалық етіп айтқан, ашығудың, оразаның мынандай денсаулыққа пайдалары көп екен деп. Қазір қарайтын болсақ, кей жерлерде арнайы сол ашықтыру арқылы емдеу орындары да ашылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны бұдан 14 ғасыр алдын бізге айтып кетті. Айтып кетті, және сондай-ақ адам ораза тұтқан кезде адам қарны ашу арқылы қарны ашып жатқан адамдардың жағдайын түсінеді. Қазақта аш бала тоқ баламен ойнамайды дейді. Яғни тоқ баланың өзінің уайым қайғысы бар, оның уайым қайғысы бөлек, баланың уайым қайғысы бөлек. Адам ораза тұтқан кезде солардың жағдайын түсінеді. Адам ораза тұтып ашығу мен тоқтық нығметін түсінеді. Себебі адам көп жағдайда Алланың жақсылықтарын жоғалтқан кезде бағалай бастайды. Және сондай-ақ адам өзіндегі сабырлықты тәрбиелейді. Мысалы, үйінде салқын су тұр, үйінде тағамы тұр, бірақ оны сол нәрседен тосып тұрған Алланың разылығы, яғни адам өзіндегі сабырлықты осы оразада күшейтеді. Және сонымен бірге жалпы адам рухтан және денеден тұратындығын біз білеміз. Егер тағамды көп жейтін болсақ, әлбетте дене тарап ауырлап, рухтың көкке самғауы, руханиятқа самғауы қиындайды. Ал ораза айында адам тағамнан жеңілдеп, ары қарай рухани самғауға мүмкіндік алады. Сөйтіп, ол көкке самғап, яғни рухани сондай бір кемелдікке жетеді. Қарап отыратын болсақ, осындай оразаның пайдалары өте көп. Рахмет Ерсін мырза, студиямызға бүгін осы Рамазан айының екінші күнінде келіп салихалы сұхбат жүргізгеніңізге мыңдап рахмет. Алла тағала сіздің ұстап жатқан оразаларыңызды қабыл етсін, жасап жүрген игі амалдарыңызға береке берсін. Құрметті телекөрермендер, сіздер Қазақстан Атырау облыстық телеарнасының Иман нұры бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Сізбен бізге салихалы сұхбат жүргізген бүгінгі біздің қонағымыз Ерсін Бегайдарұлы Әміре болды. Алла тағала осы айдағы алдымыздағы қасиетті күндер мен түндерді бекер өткізіп алмауымызды, сол күндерде Алла тағаланың шариғатымызда бұйыртқандығындай сауапты амалдар жасап қалуымызды нәсіп етсін, ұстап жүрген оразаларымызды қабыл етсін. Алладан Алла шелдің амандығын тіледік. Сау болыңыздар.